Осылай бір бас қосып отыра алмаймыз деп едім. Кесіп келген барлығыңа рахмет. Так, Балауса қазір жолда келе жатыр. Ауыздан қиып адасып кеткен шығар. Кім баса сет адасып кеткенде. Кешіріңіз, осы маңда оншақты қыздар мен жігіттер көрмедіңіз ба? Жоқ, байқамадым. Туф, қай жаққа кетті екен? Қыздар, қайдасыңдар? Айқайлама, ана жерде құстар ұйықтап жатыр. Ойпой, кешіріңіз. Құстар қазір ұйықтап жатыр ма? Өзі қазір ұйықтады. Қара, тыныш айқайламай жүріп достарын тауып ал. Жақсы, рахмет. Ақыры жиналған соң күшті жерге бары көріп еді. Не мынау далада шөпте? Ержан, осы сен ақ негатив ойлай береді екенсің. Қарасайшы, сенен басқасының барлығы көңілді отыр ғой. Нет. Маған да бір аса ұнап тұрған жоқ. Неге именно осы жер? Кетіп басқа жер тауып алайық та? Сендерге бұл музей ма, аралап жүретін барлық жер осындай ғой. Еще ойлаймын да, сен білем ғой, любой нәрседен мен ұсталып аласың ғой, тасбақадан жын көріп қоясың ғой сен. Ха-ха, күлкілі. Әбік енді маған сөйлеме. Маған да сөйлеме. Саған кім сөйлеп жатыр? Қуасың ба? Жарайды, кешім сөйлесің, сөйлей бер. Сен не осы, сен түсінбеймші, айдан келген сияқтысың. Қайдан келсем де жұмысым болмасын. Не қарайсың маған? Жынан керет саған, стакан мен бокал сенатын шакал. Дет сат. Пшу балапандар, кешемні ачки 22-ге сатып алдым. Ал мынау сағатты 30-ға. Қалай? Нормаль ма? Ой, қойшы, мақтана бермеш. Бұлар ары кетсе 3-4 мың теңге тұратын шығар. Не? Какой 3-4 мың? Сенбесең жүр, сатып алған жерінен қазір апарып көрсетейін. Онда жүр, кеттік. Сразу ма не? Сразу. Өзің айттың ғой. Енді мына жерге класстастар болып жиналып отырмыз ғой. Отырса қалай тастап кетем? Кейін бара саламыз. Ой, өтірікші. Өтірік емес деймін. Кеше барайсың, Кеш қалмаса, кешіндер. Кешіп қалдым демей, ауызман қиып адасып жүрдім десей. Жоқ, адаспадым. Өтірік. Өтірік емес, жолда біреу көмектескен. Өтірік. Мүмкін шын шығар. Өтірік емес, шын. Тоқтаңдар. Құр босқа айқайласқанша менің қазір ғана шығарған сып-свежий өлеңін тыңдасаңдаршы. Бұл дейтін жас туралы, біз туралы және мен туралы. Жазды күні шілде болғанда, көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге шомылып біздер барғанда, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға біздер барғанда, мен бар деп мына жалғанда, есіңе мені алғайсың. Абай мен Мұқағалиын қосып жазған өлең екен, я? Переводсын өзім жаздым деп. Еще біз туралы, өзің туралы деді ғой. Біреудің өлеңін өзім жаздым деуге келмайсың ба? Өзім жаздым деймін. Мұнау мойындамай жатыр ғой. Вот егер бар емес па, мен өлең жазсам бар ғой. Біреудікіне вообще көшірмей. Лучше өлең жазам ғой. Ой, сен мақтанбай тұра тұрш, мынаның проблемасын шешіп алайық. Люди, может, шынымен өзі жазған? Балауса, әдебиеттен көшіріп қойған. Өзі Қане, қайда? Қане. Шынымен әсер етеді ме екен? Әлде олардан бұрын басқа біреуге зерттеп көреміз бе? Сенің ойынша бұл сөз ішкен соң бірден әсер етіп тек шындықты айтады деп ойлайсың ба? Менің зерттеуім бойынша ары кетсе 5 минутта әсер ету керек. Не дегенмен өз мөлшеріме ингредиенттерді қостым. Дәмі қалай екен? Егер оларға ұнамай, ішпей түкіріп тастаса ше? Маған да солай келіп тұр. Не істесек болады екен? Маған бір ой келді. Ол не ой? Ой жазған шығар. Жалын, сен неге бәлігінен өлеңді көшіре бересің? Өлең жазбай қойшы. Қойыңдаршы. Бір өлең жазып қойған екенбіз. Соны қолдап жарайсың, молодец дей салдың орнына. Мынау мынанікі, мынау ананікі деп әлде қандай болып кеттіңдер ғой.
сендер досым деп жүрсем, мен қазір келем. Ой, ренжіп кетті ғой. Қандай болса да қолдай салу керек еді. Иә, соны айтам. Дос болып отырамыз дейміз де, бір-бірімізге ренжіп кетеміз. Мен білсем, ол тағы бір өлең шығаруға кетті. Қандай болса да қолдап жіберейік. Иә, сөйтейік. Егер мен білсем, ол Абайдың өлеңін біледі екеніміз біліп, Пушкиннен ба көшіріп келеді. Ой, Алтынай, қолдай береміз ғой. Бірақ олай өтірік айтпау керек. Өтірік айтпау керек деп емес, айтпауымыз керек деп өзіңді де арасына қосып қойсай. Мен қашан өтірік айтыппын? Өтірік айта алмаймын да ғой мен. Өтірік айта алмаймын деп өтірік айтып тұрсың ғой. Еще өтірік айтқаныңды өтірік мойындамай тұрсың. Соғы. Дұрыс, ешқашан өтірік айтпау керек. Мысалы, біздің үйде ешкім өтірік айтпайды. Айта алмайды да. Неге? Өйткені адамның өтірік айтқанын тексеретін аппарат бар. Папам Германиядан әкелген. Қойшы рас па? Иә, былтыр алып келді. Негізгі бағасы 5 миллион доллар тұрады екен. Қойш, соны сатып ала салған ба? Ұрлап кеткен десейші, а? Болды, кешіңдер, жалғастыра бер. Ары бері саудаласып, сіздерден кеп тауар алып тұрам дегенде 5 миллион доллардан 415 мың теңгеге түсіргенде сатып алып үйге қарай ұшқан ғой, короче. Қазір үйде тұр. Күнде кешке келеді да, мен басыма кигізіп, бүгін не істедім деп сұрайды. Өтірік айта алмайсың. Онда бізде киіп тексеріп көрейік та. Болды, без проблем. Любое время ғой. Онда кеттік қазір. Жоғи, қазір болмайды. Ол аппарат қазір атаның үйінде. Онда кеттік атаңның үйіне. Атаның үйі алыста ғой. Ауылда ғой. Кеттік алыс болса да ауылға. Ой, атамдар үйде жоқ шығар. Қарағандыға тойға кеткен. Тойдан келген күтеміз ғой. Ой, Елжан, қош болды. Соңына дейін қазбалай бермеш, кішкентай бала ұқсап. Аға, сәлеметсіз бе? Біз сұрақ бірақ атты жобадан едік. Сіз қоғамдағы әртүрлі адамдардан сұхбат аламыз. Сізден сұхбат алуға болады ма? Сұрақ деген не ол? Не сұрайын деп? Есіміңіз кім? Болат. Жақсы Болат мырза. Айына шамамен қанша табыс табасыз? Не керек бар сендерге оны қанша табатынында? 300 мың, 400 мың табам. Қандай жұмыс жасайсыз? Бизнесте кішігірім бизнес болды. Түсінікті. Бұл жерде не үшін отырсыз? Күтіп отырмын біреуді, күтіп отырмын. Не машина, мен не істеп отқанымды? Біреуді күтіп отырмын. Өтініш аға. Барсаңдар шығар қарай. Өтініш аға, отандық суды ішіп бағасын бересіз бе? Қандай су ол? Отандық таза су. Таза ма? Иә. Құй. Толтырын құрақ құйса, ақыр бергесін. Күлге кетті. Ана. Дәмі жақсы екен. Жұмсақ су екен. Рахмет аға, сау болыңыз. Саған да рахмет. Не істеп еді? Не болып кетті өзі? Бір-бірімізбен сөз салыстыруға шықтық па? Мен негізі күшті фотосессияға шықтым. Сосын барып, мафия ойнаймыз ба дегем ғой. Иә, мафия ойнайықшы. Иә. Қалған балдар қайда? Жалан оңашада отырып өлең жазып отыр. Марал мен Мадияр деген оқымыстыларымыз қайда? Олар бір бәле зерттеп жүрген жер. Өй, осындай жерде ештеңе зерттемей-ақ қойсыншы. Осы жетеміз бастап ойнай берейік. Мен жүргізушісіз болып бастап өтейін. Қой, сен жүргізуші болмай-ақ қой. Сен ойнам, мен өзім жүргізем. Иә, сен жүргізбей ақ қойшы. Қазір кім халық, кім мафия, кім өлген бәрін алматып ойынның берекесін аласың. Елжан, өзің жүргізе бер. Ал, кеттік онда. Картаны таңдап алыңдар. Беу дариға түнгі аспан, жұлдыздармен сырласқан.
Осы түнде жыр жазам, өз ойымды бұзбастан. Жоқ болмайды. Қазір түн емес қой. Түнге арналған өлеңді түнде жазам. Так. Одан да өз достарым туралы жазайын. Так. Достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, пақ шіркін япырмай, алтынай, арманай, бәрі де артта қалғанай. 5 минут өтті. Барып тексеріп көрейік. Сұхбат берем екен? Жүр бар сұрап көреміз. Тағы да сәлеметсіз бе? Бір жаңа сұхбат алған видео көшіп кетті. Қайта сұхбат алсақ болады ма? Кешіріңіз аға, мен плейді басуды ұмытып кеттім. Өтінем аға, қайттан сұхбат аласақ. Сендерді бар ғой, мүлдем ұнатып тұрған жоқпын сендерді. Жақтырмай тұрмын, сендерді бар ғой, жақтырмай тұрмын. Ұнатып тұрған жоқпын. Сендер керек емес. Бірақ жақтырмасам да сендер мені күдіктеніп қалмас үшін мен шынымды айтайын сендерге. Шынымды айтайын. Ой, сілімдіктер ай, не болды маған? Аға, атыңыз кім? Темур аты мен, Темур, не амақшын? Темур. Мен, оршын не... Мен ешкімге мен шынымды айтпаймын, білдің бе? Ешкімге шынымды айтқан емес мен. Сендерге айтайын, сендер айтқан ешкімге айтқанмыңдар. Ұрымын ғой мен, ұрым, білесің бе? Ұрым, мен ұры болғанда да мен мақта ұрымын, мен ой, не мал ұрлайым, адам ұрлайым, мен осы неге кеп, парк ішіне кеп, саябаққа кеп, сақина ұрлайым адамдардан. Мен сосын телефон ұрлайым, ақша ұрлайым, бәрін ұрлайым ғой, бәрін ұрлайым. Мен... не болды маған? Қайнап қалды? Мафия оянсын. Бір адам таңдайды. Аға түсінікті. Полиция оянсын. Бір адам таңдайды. Аға түсінікті. Дәрігер оянады. Аға түсінікті. Халық оянсын. Білейін, мен мафия тағы бірінші өлтіріп кеткен шығар. Қорқпа, сені мафия өлтірсе, дәрігер сразу емдеп алатын шығар. Елжан, кім өлді? Сания өлді. Полиция қателесті. Дәрігер өзін емдеп алды. Ақ, эгоист, дәрігер Санияны кім өлтірді екен? Мені кім өлтірді екен? Может, Линда? Мен ешқашан жан подругамды бірден өлтірмеймін. Біліп алыңдар, мен мафия емеспін. Линда өйтпейтін шығар. Мен ойымша іскі сияқты. Қума, мен мафия болсам, бірден білдіріп қойым, бәрінді өлтіріп. Арыс сандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен Елжанға сенемін. Балауса, қыз едің ол күнде, шашына ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсіз бұл күнде, балауса мен саған таң қалам. Сездіруге батпадым да бала махаббатымды, терезенің жақтауына ойып жаздым Сания деп. Күшті шығып келатыр. Қазір бәріне шығарам өлеңді. Аға, сізде бәрі жақсы ма? Жаңа сендерге не айттым әлі? Не болып жатыр осы? Аға, мына суды ішіңіз бәрі ретке келеді. Шынымен ретке келе ма? Яқсы. Не ретке келеді? Бәрі дұрыс менде. Ішесіңдер ішем. У беріп атқан жоқсыңдар ма? Дәмі жақсы екен.
О. Сендер тағы жүрсіңдер ма? Не жүрсіңдер? Біріңдер. Аға, біз сізден жаңа сұхбат алып едік. Алсаңда бердім ғой, не? Аға, есіміңіз кім еді? Кімнің, менің ба? Менің есімім Болатбек, Болатбек, Болат. Бола ма, болмай ма? Не болмай ма? Болат! Айтмайсыңдар Болат деп. Қайта. Жақсы аға, сау болыңыз. Қайта келе береді, барсыңдар, мен кісі күтіп отырмын деп айттым ғой сендерге мен. Не жұмыстарың бар менде? Кішкентай адамның артынан аңғып жүру ма? Қалған, сен осындасың ба? Қалғандар қайда? Ол тұрған шығар ана шықты. Мен өлең шығарамын не кетіп қолым. О, жақсы. Енді шығардың ба? Қазір оқып берем. Достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, пақ шіркін япырмай. Ең бірінші адал дос еском менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқың сенің. Қылым таппай мақтанбайтын, орын таппай баттанбайтын, құмарланып шаттанбайтын, мадиярдай досым бар бақтаймайтын. Билейді биді айырып, кірпікті жоғары қайырып, Линда деген сыныптасым өте сұлу. Арыстанай айбатты... Болды. Өте керемет. Бірақ... Бірақ не? Кішкене шынайлық жетпейтін сияқты. Егер өзің достарын жайлы, немесе өзің жайлы шынайы өлең жазсаң, тіпті супер болатын еді. Солай ойлайсың ба? Шынайы кейіпкер ретінде. Жарайды. Онда бұны өшіріп басқасын жазайын. Тоқта, жалын. Біз Марал екеуміз өзіміз шығарған бір шипалы су бар. Соны үшін ойын жақсы дамиды. Керісінше өлеңді жақсы шығаратын боласың. Міне шо. Рахмет, шөлдеп тұрым, жақсы болды. Не? Жақсы, рахмет. Мен кеттім. Жақсы болды. Бұл бір қызық болайын деп тұр. Кетті қалғандарына. Линда, сен ғой ол. Линда деп ойлаймын. Ол сен ғой. Қақта жүрсіңдер? Жай ана жерде бір нәрсе зерттеп жүрміз. Оны тез бітірекші, мафияны тез тапсаңдаршы. Сол таба алмай отырмыз ғой енді. Так, мен қазір көріп келдігіме сайын, мен ойынша Линда сияқты. Мен тірі болғанда сразу тауып алатын ем. Болды, қойш. Кімге дауыс береді? Баласа, сен кімге дауыс бересің? Линда. Әпөк, сенші? Линда, сен өзің кімге дауыс бересің? Менің ойымша Әпөк, өйткені ол өтірік әзілге айналдырып, осы уақытқа дейін тірі қалды. Ал балауса сенің аңқаушылығыңды пайдаланып жеңіске жетпекші. Мақұл, мен аша салайын. Тоқта, ашпа, мен де даусымды Әпөкке берем. ал даусыңды. Линда сені алдап отыр. Мүмкін сен алдап тұрған шығарсың. Жоқ, алмаймын. Алмайсың ба? Жоқ. Онда мафия жеңіске жетті. Линда мафия. Ура, мен жеңдім. Линда, мен сен жан досым деп жүрсем, сен мен бірінші өлтірдің ғой. Ақмақ болса, Линда сені алдап кетті. Линда өтірікші. Сен де мафия болсаң, сен де өтірік айтатын едің ғой. Барлығымыз өтірік айтамыз ғой. Бұл жай ғана ойын. Бір-бірлеріне кінәртудің керегі жоқ. Одан мына Марал екеуміздің шығарған ойды дамытатын сусыныңызды ішіп алыңдар. 5 минуттан соң бірден әсер етеді. Бізге көмектесетін шығар, бірақ баласаға көмектеспейді. Ой, өзіңе қарабаш. Ал мен де осындай сусын ойлап тапқан дедім. Кейін жоғалып алдым. Ой, мақтанбасаң тұра алмайсың, я? Давайте бәріміз ішіп көрейік. Нет, я не хочу это пить. Линда, сен ішіп көріп, қызық болып тұр. Марал, Мәди, екеуің де ішіндер. Біз жаңа жолдаш екенбіз? Жоқ, біздің көзімізше ішіндер.
Мадияр, неге өзіңше оқымысты болып жүресің? Қызық емес әзілге ыржалақтап күлесің. Марал, сен де өзіңше бір нәрселерді айтасың. Миымды менің үнемі аштасың байқасам. Эско, ал сен мақтаншақ. Бауырым, сағат айтып жібересің бе өтініш? Сенің ұсыныс түрің ұнап тұрған жоқ. Еще саған сағат айтатын желаниям да жоқ. Қырт көзің доңыз. Сен маған айтып жатсың ба? Жоқ. Мен сен ашын сағат сұрадым ғой? Мен сізге емес, өзіме айтып отырмын. Бәсе? Сағат кімде бар екен? Жоқ, саған айттым, доңыз. Жоғалар мен. Сен тентек болып қойғансың ба? Ал ақмақтар, ойын жалғастырақ. Ой, Кімді ақмақ деп тұрсың? Негатив ойлай беретін жағымсыз. Ой, Қыздар, жігіттер, негізі біздің үйде ешқандай өтірік тексеретін аппарат жоқ. Мен сендерді алдадым. Ой, Ал біз саған сенген жоқпыз. Сен мақтаншақ өтірікшісің. Сен жоқ кезде біз сені мақтаншақ деп мазақтаймыз. не? Мен мақтаншақпын. Өзім де білемін, өйткені маған мақтанған ұнайды. Қыздар, жігіттер, біз неге шынайы басқаша сөйлеп кеттік? Мынау сусын, мына екі оқымыстың кесірінен емес па? Дұрыс таптың аңқау. Біз сендерді алдадық, ойды дамытатын су деп. Бұл шындықты айтқызатын су. Ой, сенің аузына сөз тұрмайтын біліп едім. Осы сусынды сенсіз ақ істегім келіп еді. Негізінде мен сенің көңіліңді қимадым. Ой, Не болып жатыр? Не болса соны айтып кеттіңдер ғой. Негіз мен сендер сыныптасың деп айтуға ұяламын. Ал Сания, сен кішкене ақмақтау үшін өзіме дос қылып алдым. Ал сен маған мүлде ұнамайсың, тәлпеш. Не дедің? Қазір мен сенің... болды, тыныш қойындар. Мафия ойын жалғастырақ. Қазір мафияны әтелеп алдынан саған жүрім. Ой, неге? өткен. Сен маған ұнайсың. Не? Фу, қумаш. Мен әпөкті жақсы көрем ғой. Ой. Не? Фу, мен сені ұнатуым мүмкін емес. Басың істей ма? Өйткені маған бауырса ұнайды. Не? любовный треугольник басталып кетіпті. Ал маған көрші Виктория деген орыс қыз ұнайды. Ой, неген айттым? Ой, жынды. Викториясын ес. Бізге не болып жатыр? Алдындағы сөздер өзі шығып жатыр ғой. Жаңағы шындық айтқызатын сусынның әсері. Сендер екеумізге әдеге ішкізіп өздерін маза қылып отырғыларың келді ғой, иә? Иә, жоспар солай болған, бірақ өзіміз де ішеміз деп ойламадық. Арамызда жалынған ішпеді ғой, ол ғана ойындағысын жасыра алады ғой. Біз жаңа жылда оған ішкізгенбіз, қазір ол бәріміз туралы өлең шығарып жатыр. Қалайсыңдар? Охо, көз көгеру бастап кетті ғой. Чотам не болды? Көзде не болған? Жолда бір адам доңыз деген, сонымен көзімнен бір ақ ұрып, сосын жыладым. Конечно, біреуді доңыз десең көзіңді көгертеді, ажылағаның ұят болып қалды. Ой, Линда өзіңше болмаш. Былтыр Алтынайдың күнделігін ұрлап оқығаныңды мен көріп қойған кезде ешкімге айтпа деп жылап едім ғой. Ал енді міне жылап оқытып қапсың. Не? Не менің күнделігімді ұрлап алған сен бе едің? Кешір, мен әдейі емес, просто сені барлық апайлар мақтай беретін еді. Содан мен көре алмай қалдым. Күнделігіңді ашып, кімді жақсы көретініңді көріп, мазақтағым келген еді. Не? Әдепсіз. Алтынай, сенді жылап бастамаш. Мысалы, менде былтыр әпөкке концертке билет сатып алам деген 2000 теңгесін тауып, қайтарған жоқпын. Әпөк әбден іздеді. Ой, Ақ оңбаған мақтаншақ ұры сен бе едің? Сенен қанша сұрағанда көрген жоқпын деп едің ғой. Мен сенің сондай мақтаншақ ұры екенін біліп, Сания екеуміз алдыңғы жылы емтихан жауаптарын саған әдейі қате бергенбіз. Солай дедім, сен айттың ғой, әпөк, маған бәрінді жаппаш. Ақыры, шындық айтылып жатыр екен. Алдыңғы жылы отырысқа мен шақырмағандарын үшін директорға айтып, отырысын шырқын бұзған мен едім. Ой, Елжан! Ал мен Линданың Instagramда директін оқығам. Ой, Не? Ал мен сендердің араларында болып жатқан оқиғаның барлығын Салма апайға жеткізіп отыратын құлақпын. не? Ой. Ал мен қыздар сендердің номерлерін 7 сыныптың балдарына беремін. Ой, Не? Мен сендерді ең артта қалып кеткен адамдар деп жамандаймын. Не? Ал мен болсам Линда туралы анасына хабар беріп тұрамын. Не? Ой. Мен Виктория деген көрші қызды жақсы көремін. Мен сынып болып жинаған ақшаның артылғанына мороженое жегем. Ой. Не? Ал мен сендер туралы өлең шығардым. Шынайы өлең, шынайы бағасын беріңдер.
елжан бар іздеп қалған кемшілікті. Көре алмайды дархандық кеңшілікті. Позитивный алтынай расында, бірақ өсек айтады арасында. Ескі болса өтірікпен мақтанатын, мақтаныштан өзінше бақтабатын. Сәния бар өзіндік пікірі жоқ, әңгіме айтса арасында үтірі жоқ. Мадияр өз алдына оқымысты, лақтырып кете салады отырысты. Линда болса өзіне көп алады, өзіне керек болған кезде ғана ой жаным кластасым дей салады. Балауса жүреді ылғи аузан қиып, бір нәрсе айтсаң түсінбейді мәңкиіп. Күлдіргішпін деп ойлайды әпөгіңде, әзілі жоқ әңгімесі көп арада. Маралда білгіш болып жүреді өзі, қандай білгіш екенін білеме өзі. Мен өзімді жақсымын дей алмаймын, жақсы өлең жаздым деп жей алдаймын. Көбіне ақындардан көшіремін. Сол өлеңнің барлығын енді дәптерімнен өшіремін. Осындай мен айтқандай болғанымен, бәрібір мен сендерді жақсы көрем. Егер бір жамандық төне қалса, мынау менде жарамайтын басты берем. Браво, шындық. Я, бәріміз туралы шынайы жазыпсың, әрі ешкімнен көшірмепсің. Қыздар, жігіттер, бұл шындық айтқызатын сусынның күшін қайтаратын мына бір су бар. Бір-бірімізді жеп көрмей тұрғанда осы суды тез ішіп алайық. Кәне, рас па? Берші мен ішейін. Рахмет. Не болды бізге? Қазір не іштік? Мадияр мен Маралдың ой дамытатын суын іштік. Ал мен сендерге өлең жазып, соны оқуға келіппін. Қазір тұра тұр. Мынаны қашан жазып саған? Шалын, көзің неге көгеріп қалған? Не? Көзім? Асып тұр екен ғой. Көгерген ба? Білмеймін, есімде жоқ. Саламатсыздар ма балалар, айналайын? Марал, бұлаға ұры емес пе? Я, сол ғой? Не істейміз? Бір нәрсе сұрасам бола ма сендерден? Баламды таппай қалдым. Телефоным сөніп қалды. Қаяқта келген таппай қалдым. Бір телефондарымды айналайын, беретіңдерші, мен қоңырау шалып болайын, айналайын, беріңдерші. Тоқта, бұлаға ұры, қашыңдар! Қайдан біліп қойған менің ұры екенімді көріп.